Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода 3 таңбалы сандарды қосу және азайту алгоритмдері деген тақырыпты қарастыратын боламыз. Бұл бізде 12-ші сабақ, 3-ші сынып математика пәні. Бұл сабақта сен 1000 көлеміндегі сандарды баған түрінде қосу және азайтуды білетін боласың. Балалар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарийға өз пікірлеріңді білдіре отыруды ұмытпаңдар, себебі менің каналымда күнделікті жаңадан видеолар шығып жатады. Бірінші тапсырма: сандарды оқы, оларда қанша жүздік, ондық, бірлік бар, сандарды разрядты қосылғыштардың қосындысы түрінде жаз. Бұл қалай? Мені қарандар, А есебіне қараймыз. 869 дегеніміз 800-дік, 6 ондық, 9 бірлік. 968 дегеніміз 900-дік, 6 ондық, 8 бірлік. 689 дегеніміз 600-дік, 8 ондық, 9 бірлік. 986 дегеніміз 800-дік, 9 ондық, 6 бірлік. 986 дегеніміз 900-дік, 8 ондық, 6 бірлік. 698 дегеніміз 600-дік, 9 ондық, 8 бірлік. Енді мында астында мен разрядты қосылғыштардың қосындысы түрінде жазып қойдым. Қарап алсаңдар болады. Келесі А есебі: 305 дегеніміз 300-дік, 0 ондық, 5 бірлік. 0 ондық дегеніміз бұл жерде ондық жоқ. 503 дегеніміз 500-дік, 0 ондық, 3 бірлік. 350 дегеніміз 300-дік, 5 ондық. 530 дегеніміз 500-дік, 3 ондық. Тура сол сияқты астында разрядты қосылғыштарға қосып жіктеп жазып қойдым. Келесі Б есебі: 325 дегеніміз 300-дік, 2 ондық, 5 бірлік. 523 дегеніміз 500-дік, 2 ондық, 3 бірлік. 532 дегеніміз 500-дік, 3 ондық, 2 бірлік. 253 дегеніміз 200-дік, 5 ондық, 3 бірлік. 235 дегеніміз 200-дік, 3 ондық, 5 бірлік. 352 дегеніміз 300-дік, 5 ондық, 2 бірлік. Дәл алдыңғылардағыдай бұл жерде де разрядты қосылғыштарға қосу арқылы жазып қойдым астына. Екінші тапсырма: қалай есептелгенін түсіндір. Есептеу тиімді болу үшін мыңдықтарды жүздіктерге, ондықтарға және бірліктерге қалай жүктеуге болады. Енді қараңдар, бұл жерде екі кесте берілген. Бірінші кестеде қосамыз, екінші кестеде азайтамыз. Енді бірінші кестеде мыңдықтар, жүздіктер, ондықтар, бірліктер қайсы қай жерге жазылу керек, сол жазылып тұр. Енді қараңдар, бұл жерде сан мынандай: 757-ге қосамыз 243-ті. 757-ге 243-ті қосу үшін мені қараңдар, жүздіктердің астына жүздіктер, ондықтардың астына ондықтар, бірліктердің астына бірліктер. Бұл жерде мыңдықтар деген баған бар, себебі бұларды қосқанда 4 таңбалы сан мыңдықтар класы шығады екен. Бірліктер мен бірліктерді қосамыз алдымен. 7-ге 3-ті қосамыз 10 болады. Оның 0-ін жазамыз да, 1-ін, ондығын ондықтың үстіне жазып қоямыз, яғни 1-ді. 5-ке 4-ті қосып аламыз, 9 болады. Оған жаңағы ойда тұрған 1 бар, соны қосамыз 10. Ол 10-ның да 0-ін жазамыз, 1-ін сақтап қоямыз есте. Жүздіктерге енді келеміз. 7-ге 2-ні қосамыз 9. Жаңағы ойымызда тұрған 10 бар, соны қосамыз 1-ін. Сонда 10 болады. 10-ды енді арғартай жазатын жері жоқ. Яғни есте сақтайтын ештеңкесі жоқ. Сондықтан 1-ден 10 деп жазамыз. Сонда саны 757-ге 243-ті қосқанда 1000 болады екен. Енді екінші бағанға қараймыз. Бұл жерде керісінше азайтамыз. 1000-нан 243-ті азайтамыз. Ол үшін бірліктен бірлікті азайтамыз. 0. 0-ден 3 азайтылмайды. 0 қасындағы 0-ге барады. Ол 0-де ештеңке жоқ. Ол 0 ар жағындағы 0-ге барады. Яғни 10-ға барады. Яғни 10-нан 1-ін алады. 9 ол 10 болады. Ол 10-ның 1-ін береді, 9 қалады. Бұл жерде. Енді мына соңғы 0 10 болады. 10-нан 7-ін азайтамыз. 10-нан 3-ті азайтамыз 7. Енді мына жерде 9-ақ қалып қалды ғой, біз 1-ін алып қойдық. 9-дан 4-ті азайтамыз 5 ондықтарда. Ал мына жерде 10-ның 1-ін алып кетті, 9-ақ қалды. Бұл жерде де 9-дан 2-ні азайтамыз 7 екен. Келесі 3-ші тапсырма: мысалдардың бір қатарын таңда, есепте. Яғни мына жерде балалар, мен барлығын есептеп, тексеріп қойдым. Тексерумен бірге қоса жазып қойдым. Ал сендер бір қатарын ғана, бұл жерде тапсырма бойынша, берілген тапсырма бойынша бір қатарын ғана таңдайсыңдардағы, соны есептейсіңдер. Бұл бізде өздік жұмыс. Мен тек қана шыққанын ғана айтып отырайын, есептеуін ғана, тексеруін өздерін қарап алыңдар. Балалар, мына жерде барлығы жазылып тұр.
582-ге 418-ді қосамыз 1000, 715-ге 285-ді қосамыз 1000, 519-ға 481-ді қосамыз 1000, 245-ге 693-ді қосамыз 938, 239-ға қосамыз 377-ні 616, 755 азайту 564 191, 1000-нан азайтамыз 826-ны тең 174, 1000-нан азайтамыз 721 тең 279, 1000-нан азайтамыз 173-ті тең 827. Төртінші тапсырма, бұл да өздік жұмыс екен, есеп екен. Көкөніс сататын дүкенде 455 кг сәбіз және 129 кг қызанақ болған еді. Көкөністердің біраз сатылғаннан кейін, онда тағы 245 кг көкөніс қалды. Қанша килограмм көкөніс қалды? Кез келген есепті шығару барысында балалар есепті дұрыс талдай білу керек. Ең алдымен есеп не туралы, онда бізде не табуымыз керек, бізге не белгілі, соны ғана іріктеп алуымыз керек. Артық бұл жердегі ақпаратқа көңіл бөлмейміз. Қараңдар, бірінші бұл жерде есеп жалпы көкөніс туралы. Көкөніс. Бұл жерде көкөністерден тек қана сәбіз бен қызанақ қана бар. Қызанақ пен сәбіздің бізге массасы белгілі, жалпы саны белгілі. Енді осы арқылы бізге сатылған товарды, сатылған жаңағы көкөністі, жаңағы қалған көкөністі табуымыз керек. Бұл жерде қалған көкөніс бізде белгілі, тек қана қанша көкөніс біз саттық килограмм, соны табуымыз керек. Ол үшін істейміз: сәбіз 455 кг, қызанақ 129 кг, сатылды белгісіз, қалды 245 кг. Енді бірінші біз барлық көкөністің салмағын табуымыз керек. Ол үшін 455-ке 129-ды қосамыз, 584 барлық көкөніс. Енді 584-тен қалған көкөністі азайтамыз, 245-ті тең 339, сол кезде бізге сатылғаны шықты. Жауабы 339 кг көкөніс сатылды. Өрнектеп жазатын болсақ, 455 қосылған 129 жақшаның ішінде азайтылған 245 тең болды 339 екен. Бесінші тапсырма: сандар қатарының орналасу заңдылығын тауып, оларды жалғастыр, келесі үш сандарды. Бұл енді оңай. Ол үшін не істейміз? Сандар қатар дегенді қалай табамыз? Жалпы қараңдар, заңдылыққа сәйкес әрбір келесі сан қалай пайда болады? Әрбір келесі сан қандай да бір арифметикалық амалды орындау арқылы шығады. Яғни, қараңдар, егер ол артық, яғни сандар қатары артып келе жатса, мына соңғы саннан алдыңғы санды азайтып аламыз. Егер ол кеміп келе жатса, мысалы қараңдар, 250, соңғы сан кеміп келе жататын болса, соңғы сан кіші ғой, ол санды келесі, оның алдында тұрған санды келесі саннан азайтамыз. Көрдіңдер ма? Сол кезде жаңағы арасында қанша сан секіріп отыр, немесе қанша санға кеміп отыр, соны біз білетін боламыз. Мысалы қараңдар, 254, 250, 246, мен мысалы 250-ден 246-ны азайтып тастаймын. Сонда 4 шығады. Яғни бұлардың арасында 4 саннан бұл кеміп отыр деген сөз. Себебі азайып келетір ғой сан. 246-тан 4 азайтамыз, 242 шығады. Келесі сан 242-ден 4 азайтамыз, 238, одан 4 азайтамыз, 234. Міне көрдіңдер ме? Сандар қатары осылай пайда болады. 998, 887, 888, 777. Бұл енді 100 саннан кеміп отыр, бұл белгілі. 666, 555, 444 келесі сандар. 500, 450, 400. Бұл жерде де міне үлкен сан, мысалы 500 ба, 500-ден 450-ді азайтасыңдар. Сол кезде 50 шығады, арасында несіп 50 саннан кеміп отыр. Мысалы 400, 350, 300, 250-ге осылай келесі сандарды табуға болады екен. Сандар қатарын қалай шығаруға болады дейді. Міне осы жаңа 5-ші тапсырманың жалғасы. Бірінші қадам: қатар тұрған екі санның айырмасын білу. Міне қатар тұрған сандарды алып, 254 азайтылған 250 тең 4. Қатардың құрылу заңдылығын анықтау: әрбір келесі сан алдыңғы саннан 4-ке кем, мысал үшін, немесе 4-ке артық болуы мүмкін. Осы заңдылықтың басқа сандар қатарында орналасуын тексеру: мысалы 250-ден 246-ны азайтамыз, мысалы артқы жағындағы нені азайтамыз. Сол кезде 4 қалу керек. Заңдылық расталды, дұрыс екен. Осы заңдылықты пайдаланып қатардың келесі санын анықтау. Яғни 246-тан 4 азайтамыз, 242, 242-ден 4 азайтамыз, келесі сан шыға береді. Сөйтіп әрбір келесі сан заңдар қатарын құрады екен. Жақсы, келесі есепті шығар. Қала саябағында 230 терек өсіп тұр, ал қарағаш одан 125-ке артық. Қала саябағында барлық қанша ағаш өсіп тұр? Енді бұндай құрама есеп балалар уже бізге әбден жаттан есептер. Мысалы, бұны өте тез есептеуге болады.
терек 230 қарағаш белгісі 125-ке артық, барлығын тап. 230 қосу 125 тең 355 қарағашты таптық. 230 қосу 355 тең 585 барлығын таптық. Астында өрнегін жаздым. Қала саябағында барлығы 585 ағаш өсіп тұр. Ай есебі жер теліміне 132 түп таңқурай, одан 50 түп кем қарақат, ал қарақатқа қарағанда 54 түп қарылған артық отырғызылды. Жер теліміне қанша түп қарылған отырғызылды? Енді бұл есепте құрама есеп, міне қараңдар, таңқурай 132, қарақат белгісіз 50 түп кем таңқурайға қарағанда, қарылған белгісіз 54 түп артық қарақатқа қарағанда. Шешуі 132-ден азайтамыз 50-ді тең 82 қарақат шықты, 82-ке 54-ті қосамыз тең 136 қарылған шықты. Астына өрнегін жазып қойдым. Жауабы жер теліміне 136 түп қарылған отырғызылды. Енді бысы үйеңкінің биіктігі 70 дециметр, қарағаш 120 дециметр, терек 200 дециметр. 3 сұрақ берілген, үйеңкі теректен неше дециметр аласа? Қараңдар, бұл жерде бірінші сұрақ бойынша 270-тен 70-ті азайтамыз 130 дециметр, үйеңкі теректен 130 дециметр аласа. Екінші сұрақ бойынша қарағаш үйеңкіден неше дециметр биік? 120 дециметр азайтылған 70 дециметр тең 50 дециметр, қарағаш үйеңкіден 50 дециметр биік. Келесі 200 дециметр азайтылған 120 дециметр тең 80 дециметр. Бұл бізде терек қарағаштан неше дециметр биік деген сұрақтың жауабы терек қарағаштан 80 дециметр биік екен. Жетінші тапсырма, енді бұл қызық тапсырма балалар. Бұл жерде үй тұрғызу деген ойын, өрнектерді дәптеріне баған түрінде жаз. Енді бұл жерде мына өрнек қалай жазылады? Мына үйшіктер тұр, үйшіктің шатырында 3 түрлі сан тұр. Осылардан бірінші ең үлкен санды құрастырып жазамыз. Одан кейін екінші этажға, мысалы мына этаж деп алатын болсақ, екінші этажына ең кіші санды жазамыз, осы сандардан құрастырылған. Сосын сол үлкен саннан кіші санды азайтып баған түрінде жазамыз. Мен сендерге тек қана үлкен сан мен кіші санын тауып беремін, ал баған түрінде азайтуды өздерің орындап көріңдер. Міне қараңдар, 975 міне ең үлкен саны, ал 597 деген санның ішінде. Азайтамыз, мысалы 579 ең кіші саны. Енді сендер өздерің азайтып осының несін шығарып көріңдер, теңдігі қанша болатынын. Ары қарай 864 азайту 468 тең болады қанша? Сендер өздерің ары қарай теңдігін шығарып көріңдер. Мен барлығын айтып бердім сендерге. Тек қана теңдігі қанша болатынын айтқан жоқпын, оны өздерің жазыңдар. Келесі баған түрінде жаз және есепте. Бұл бізде жаңағы алдыңғы есеп сияқты, яғни баған түрінде есептеу. 354 қосу 247 тең 601. Мен тексеруін айтпаймын, арғы тексеруін өздерің қарап оқып алыңдар. Мен тек қана есептеуін ғана айтып отырамын. 895 азайту 325 тең 570, 455 қосу 545 тең 1000, 647 азайту 239 тең 408, 1000 азайтылған 414 тең 586, 785 қосу 125 тең 910. Келесі, бұл жерде дұрыстығын тексер дейді, түсіндіре отырып есептейді, яғни баған түрінде есептеуге болады, түсіндіріп. Мен дұрыстығын тексерген жерімді айтпаймын, тек қана есептеген жерімді айтып отырамын. Сендер дұрыстығын өздерің астыңғы қатарды оқысаңдар, көріп отырсаңдар, дұрыстығын қарап отырыңдар. 325 қосу 168 тең 493, 729 қосу 235 тең 964, 900 азайтылған 214 тең 686, 975 азайтылған 135 тең 840, 138 қосу 678 тең 816, 810 азайтылған 217 тең 593. 9-шы тапсырма. Алматы қорығында өсімдіктің 970 түрі бар, ал Батыс Алтай қорығында өсімдіктің түрі одан 87-ге кем. Батыс Алтай қорығына қарағанда Бурабай ұлттық мемлекеттік табиғи саябағында өсімдіктің 126 түрі кем. Бурабай табиғи саябағында өсімдіктің қанша түрі кездеседі? Енді осының алдында алтыншы есепті біз шығарғанбыз, дәл осыған ұқсас. Алматы қорығында 970 өсімдік, Батыс Алтай қорығында белгісіз бірақ 87-ге кем. Алматы қорығына қарағанда Бурабайда белгісіз бірақ 126-сы кем. Бұл Батыс Алтай қорығына қарағанда 970-тен бірінші 87-ні азайтып, Батыс Алтай қорығында қанша өсімдік бар екен табамыз? 883 өсімдік бар екен. Енді Батыс Алтай қорығынан, яғни 883-тен азайтамыз 126-ны, тең болады 757. Бұл бізде Бурабай табиғи
ұлттық табиғи саябағындағы өсімдіктер санды таптық. Бурабай табиғи саябағында өсімдіктің 757 түрі өседі екен. Келесі балалар, 10-шы тапсырма ауызша есептеу. Бұл енді өте оңай. 45 мыңға 45 мыңды қосамыз 50 мың, 20 мыңға қосамыз 10 мыңды 30 мың, 125 мыңнан азайтамыз 20 мың 105 мың. Келесі 78 мыңға 12 мың қосамыз 90 мың, 900 мыңнан 600 мыңды азайтамыз 300 мың, 290 мыңға қосамыз 310 мыңды тең 600 мың. Келесі 77 мыңнан 21 мыңды азайтамыз 56 мың, 58 мыңнан 45 мыңды азайтамыз 13 мың, 45 мыңнан аламыз 11 мыңды тең болады 34 мың екен. Міне балалар, осымен бүгінгі видео аяқталды. Менімен бірге видеоны соңына дейін тамашалағандарыңа көптен көп рахмет. Егер менің видеоларым сендерге ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарийға өз пікірлеріңді білдіріп, және міндетті түрде қоңыраушаны басып қойыңдар, себебі менің каналымда шыққан жаңа видеоларды сол кезде жібермей көретін боласыңдар. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңдар.